Армысыз көрермен, біз Ақмола облысы Қызылсуат ауылындамыз. Қазақтың даңқты ұшқышы Талғат Бегелдинов туған ауылдың қазіргі тыныс-тіршілігін ауыл әкімі Оразбай Сәлменовтен сұрап білеміз. Астананың дәл іргесіндегі Қызылсуат ауылының жеке ауыл болып құрылуы оңайға соққан жоқ. Бұрын мұнда жол да, жарық та болмаған. Боран соқса бірнеше күнге қатынас жабылатын. Халық саны 2700-ге жеткен соң, ауылдың белсенділері қол жинап мәселені облыстық мәслихатқа дәлелдеп апарды. Нәтижесінде Қызылсуат жеке округ мәртебесін алып, жаңа даму кезеңіне қадам басты. Сквер салып отырмыз. Сосын жаңағыдай өзіміздің бюджетке ескі асфальттың шұңқырланып қалған жерлерін ямочный ремонтын соны жүргіздік осы ауылда. Онымен қатар бұл жерде қазір бір көше жарықсыз қалған. Соны 35 жаңағыдай заманауи бағанасымен шам қойып, қазір көше жарық берілді. Біз келген уақытта бұл ауылда 30 шақты ғана ескі үйлер, оның өзі свет деген жоқ. Жердің үстімен, астымен әркім әрбір жерге үй салып бастаған екен. Сол жердің үстімен ан жерден шыққан жаңағы нелерден КТП дейді ғой, солардан әркім өздері свет тартып алып, сондай күн көріп атқан. Жол жаман, жол жоқ. Грейдер мына екі арада. Сондай ауыл судың өзі де бірде бар, бірде жоқ. Ауыл тұрғындарымен етене жақын жұмыс істейтін ауыл әкіміне халық дән риза. Оның бастамалары мен қолдауы ауылдағы игі істердің жүзеге асуына себеп болып отыр. 5 жыл болды, 5 жылдың ішінде өздеріңіз көріп отырсыздар. Жол да салынды, Құдайға шүкір, су да болды, міне светімізді көшеге орнаттық. Қызылсуат ауылы бүгінде жеке округ ретінде дамып келеді. Қазіргі таңда көгілдір отын тарту жұмыстары аяқталуға жақын. Бұл ауыл тұрғындарының тұрмысын айтарлықтай жеңілдетіп, жаңа кезеңге жол ашпақ. Қазір біздің Қызылсуат ауылда газ тарту жұмыстары жүргізіліп отыр. Каждый абонентке осындай шығарылып, жердің астымен. Газ бойынша да әлеуметтік көмек қарастырылған. Аз қамтылған отбасыларға арнайы субсидия бар. Дегенмен газ тартылып болғаннан кейін тұрғындар өз шығындарын жазып, тиісті орынға тапсырған жағдайда ғана бұл қолдау жүзеге асырылады. Жоба бойынша ауыз суда жаңа 24-26 жылдарға есептелген. Қазіргі таңда енді көп көшелерді жер астымен өтіп, барлық жерге қойған жоқ. Жаңа колодец дейміз ғой, сол қойылған жоқ әлі. Сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жер мәселесі де ауыл әкімнің назарынан тыс қалған жоқ. Тұрғындардың осы бағыттағы сұрақтарына да арнайы тоқталып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Енді 3800 адам есепте, бірақ енді көбі қала жақын болғаннан кейін автобустары жүреді. Сонымен көбі қалада қатынап жұмыс істейді. Осы жерде де бірақ жұмыс орындары ашылуда. Жерге деген сұраныс қазір күрт артқан. ЕГОВ порталы арқылы тіркелу мүмкіндігі берілгеннен кейін өтініш саны 8000-нан асып, күн сайын көбейіп келеді. Бұл ауылда қоныстануға ниетті адамдардың көптігін көрсетеді. Кәсіпкерлер көп келеді, Астананың қасы болғаннан қызығушылық көп. Оларға біз жаңағы тоқ жағынан басқа жұмысшы керек болса, соландай өзіміз жағынан көмектесеміз. Учетқа қою осында. Олар да жаңағындай өз қол ұштарын беріп, жаңағы көбіне жаңағындай жағдайы нашар адамдарға продуктымен көмектеседі. Жаңағы мектепке жол дегенде қазір дайындалып жатыр. Биыл біз Қызылсуат ауылында заманауи қазіргі талаптарына сай қойма аштық. Осы жүргізіп жатқан кәсібіміз осы Қызылсуат ауылының экономикасына зор үлесін қосады деп сенеміз, және де осы ауылдың әкімшілігіне көп рахмет етеміз. Біз
Ұлыбритания, Германия, ақш елдерінің заманауи оқу үдерістеріне керекті құрал жабдықтарды әкеп осы қазіргі таңда жүріп жатқан жайлы мектеп жобасында зияткерлік мектептері сияқты серіктестерімізбен жұмыс істейміз. Құрметті көрермен, біз Қызылсуат ауылында орналасқан шаруа қожалығындамыз. Дәл қазір бұл жерде 10-ға жуық ат бар. Яғни бұл жердің басты мақсаты ұлттық құндылығымызды дәріптеу. Осында келсеңіз, өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдалануға болады. Мысалы, атқа мінесіз, көкпар ойындары ұйымдастырылады, сонымен қатар алтыбақан ойындары да бұл жерде бар. Уақытыңызды тиімді өткізсеңіз болады. Басында өзіміздің үйімізде бастадық, 2 жылқыдан бастадық, 2 биеден. Соны өзімізге, бала шағамызға ішіп, соларға ішкіздік. Сосын туыстарымыз келіп іше бастады. Сосын енді ақырындап үлкейтіп, енді халыққа қызмет жасап жатырмыз. Біз енді күніне шамамен бір 30 адам, 40 адамдай келеді. Соның ішінде жаңағы көп химиотерапия алып жатқан кісілер келеді. Өйткені анандай ауыр емнен кейін айтады ғой, восстановление дейді организмі. Иммунитет көтеру үшін. Ең бірінші мына саумал иммунитетті көтереді. Адамда иммунитет жоғары болатын болса, ол кішігірім андай ауруларға өзі төтеп береді организм. Ауыл тұрғындары үшін ойын-сауық орталығы да жұмыс істеп тұр. Бұл орын жастардың бас қосып, бос уақытын көңілді өткізуіне жағдай жасап отыр. Осы ауылдың адамдары жұмыс орны ашылып, солар қазір өздері жеке-жеке жаңағы кәсіпкер өздері жұмыс жасап отырсыздар. Ішінде кофейня да бар екен, Кофейня да бар. Дәмін көрейік онда. Осыншама кәсіпкердің басын бір ауылға қосып, әлеуметтік жұмыстарды жүйелі атқарып жүрген әкім салықтың маңыздылығына да тоқталды. Оның айтуынша салық ауылдың дамуына қажетті негізгі қаржы көзі. Басында енді 500 мың налог жинау керек болып 20-шы жылы. Бірақ біз оны келісімен енді түсінігіміз бар. Соны көтеріп, қазіргі таңда бюджетіміз 180 миллионға дейін көтерілді. 5 жылдың ішінде. Осындай мол түсімнің арқасында ауылдағы әлеуметтік жобалар қарқынды жүзеге асуда. Солардың бірі тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бейнебақылау камераларының орнатылуы. 24 сағат жазып отырады. Жаңа қаладағы сияқты заманауи немен беріледі. Радиомост дейді, сонымен беріледі. Көшең ғара, орталық көшеде. Бәрі анық көрініп тұрады, жазылып отырады 24 сағат. Бұл қауіпсіздік? Иә, қауіпсіздікке. Қазір көшеге де қоқыстарды тастап кететін. Қазір ондай жаңағындай мәселелер азайып жатыр. Аналар кеңесі Қызылсуат ауылында белсенді жұмыс істейді. Оның басты мақсаты ұлттық құндылықтарды дәріптеп, қазақ халқының салт дәстүрін сақтау. Кеңес саналы ұрпақ тәрбиесі мен ана рөліне қатысты іс-шаралар өткізіп, өңірден шыққан абзал азаматтарды да үлгі ретінде атап жүр. Мықты жерлестеріміз бар. Кеңес одағының 2 дүркін батыры Талғат Бегелденов ағамыз туған осы елде. Одан кейін ішкі істер министрлігінің 1-ші генерал-майоры Махмуд Дүйсенов туған. Сосын біздің қазақтың тұңғыш жазушы ақын қызы тәуелсіздікті, әйел теңдігін жырлаған Шолпан Иманбаева туған. Бұл жерде 88 адам соғысқа қатысқан, соның 40-тан асқаны соғыстан аман-есен келіп еңбек майданына араласты. Қалған 40 адамы соғыста жоғалып кеткен. Осындай елінің қауіпсіздігі мен өркендеуіне өлшеусіз еңбек еткен абзал тұлғалар шыққан жерде еңбек етіп жүрген ауыл әкімі де үлкен жауапкершілік арқалап отыр. Оның басты мақсаты жақын арада ауылды жаңа деңгейге көтеру. Жас әкімдердер айтты, басында сұрайды. Сізге неге ақша береді, бөлінеді, жұмыстарыңыз жүреді. Біз сұраймыз, бізге бермейді. Мен сонда айтамын. Сіздер сұрайсыздар, мен тілеймін. Өзің, ол үшін өзіңнің еңбекші жан дүниеңмен жаңа халқыңды сүюге бәріміз бірдейміз ғой. Ауыл тізгінін 5 жыл бұрын ұстаған Оразбай Сальменов
біраз жобалардың басын қайырып үлгерді. Оның ішінде ауызсу мәселесі, жол және жарықтандыру. Бұлардың барлығы әлі де күн тәртібінен түспек емес. Құрметті көрермен, осымен елге қызмет бағдарламасы тәмам. Аман сау болайық, бай қуатты ел болайық.